ұзақылап қалар шәрбақ құсат. Финалға меніменен шығып қапсың, Франция мен допты бетін Хорват құсат. Қатайып сахнаға сен де келдің, қазақты қорқытатын қалмақ құсат. Сақайып сахнаға мен де келдім, Сириядан аман қайтқан солдат құсат. Берікті қарқыласты сырым қылып, қазылар қоймақшы ғой қарылдырып. Ашық ауыз тесік көтен бұл баланы, сахнадан жіберейін шығындырып. Аузыңды аша бермей жауып оч, ішіне жүрмесін шыбын беріп. Өзіңді атайын ба былқылдақ деп, немесе атайын ба немесе атайын ба жылтырлақ деп. Біреулер жаман ойлап қалып жүрер, кісіге күле бермес жырпылдап көп. 12-де бір күні ашылмаған, отсың ғой жас сұлудай сыңқылдап кеп. Рахмет қазыларға сені маған, жатырған салып беріп тыңқылдап деп. Сырымжан бүгін менімен айтысқанда, қиналып зығырын шығып аңқылдап кет. Сырымды кетем деген айқаяға аңқылдатып, негізі бермеу керек бұл қуға түр. Ақындардың барлығын алдына сап бағанадан қуып жүр тырқылдатып. Мен түгіл сахнада Балғынбекті қуып шықты құйрығын бұлтыңдатып. Мынандай аңқылдатқыш ақындарды неменеге шақырдың қылқылдатып. Сириядан келдім деп қояды ғой, ол жақта табылмайды шіркін бақыт. Енді бұның садайын берейікші, қазақы қанымызды бір туылатып. Ақсудың ойғы шұқыр жолдарымен ауылына қайтарайық бұрқылдатып. Ойпырмай бұл мұрадым дағылады. Көп сөйлесе сөзінен жаңылады. Біздерді бір түрлі тесік жайлы әңгіме айттың. Молда сөз айтар десем мағыналы.
сырымнан не қыласың іздесең өзіңден де табылады. Бізге жәрдем берсеңер ағайын көп, отырмыз құлагердей шабайын деп. Арнайы финалыңа атып шықтым, халықтың мен көңілін табайын деп. Сондықтан қуанышты болып тұрмын, сахнада мұрадымды жолықтырдым. Сырымды ашық ауыз деп отыр ғой. Келеді сол бір сөзім толықтырғым. 10 жылдан соң қант зауыты ашылыпты. Мен мұны бүгін естіп көріп білдім. Сондықтан бекер ауыз ашқан жоқпын. Қуанып мен ерекше толып тұрмын. Сілекейді шұғыртып аузымды ашып, Ақсуға қант жалауға келіп тұрмын. Осынау айтыстарға, мәз халыққа әдемі сөзіңдағы тез бағытта. Мен жаңа Айнұр, біз жаңа осы айтыстың қоңырасы Тұрсынбай Айнұрды озбадық па? Ал енді мұрадымда келіп қапты, сүйретіліп жыландай қозғалып та. Бағанадай дем беріп отырсаңдар, біздерге жаман шабыт тез болып па? Айтыстың сұмдығанын жеңген кезде бастың құржыланы сөз болмай. Салыма бар затыңды шабаданға деп мұнда келіпсің ғой, шабаланба. Мен бывший бандитпін деп айтып қалдың. Деп тұрсам бұл молдаң ба, тамадаң ба? Бандиттер аса сөзге келмеуші еді. Істерді бітіруге жарағанда, негізі нашар бандит болғансың, уақым болып кеткенге қарағанда. Ақылсың, әдемі сөз дөп табатын. Бандитсің, бандитсің бүліктерді көп табатын. Ал қазір молдамын деп айтып қалдың, жансың-ау түрлі қызмет атқаратын. Егер де бывший бандит молда болсаң, сен онда жан екенсің, сақтанатын. Молданы тұңғыш рет көріп тұрмын, бұрынғы күнәсімен мақтанатын. Sen жаман қорладың ау қорлағанда. Баяғы бандит болған кезім болса, сағайын таптырар ең оңбағанда. Тейзесін қайта
жолда қалма. Өлместей өктем сөйлеген мен, өлгенде ол күнің түсер молдаларға. Көзімді ол ұясынан үңірейді, жолға сап құмақпысың сүмірейді. Айтып жатсың, айтеке жібермесін бүгін үйтіп. Осыдан түк көрмесе сен баланың, кетемін ол тесігіңді үңіррейтіп. Күшті ғой қаншадай атын біздің. Жалқышылар ішінден мақтысы деп, мақтайды жұмекеңді папын біздің. Айтпақша Айтеке 1.600.000. Бағана не болып жатыр біздің. Өзіңіз шақырғасын қонақ болып, елінен келдім мәншөктердей батыр қыздың. Батыр қыздар еліне жараспай ма, бәйгесін алып барсам ақын қыздың. Естіріп әйеліңмен мамашқаны, Астанадан Ұзынағашқа көшіп кепсің, қай жаққа жүрегенсің тағасқалы. Неменен мына саған Астананың қысқалығы, етті мәне ағаштары көй. Жүз туфлио жүнетігім, 80 тонным болса ске ілетігін. 7000-дай жылқым 700 қойым болып, мәшинам болса 70 мінетігін. Жеке самолетім болса ғой аспанды ұшып жүретігін. Қалтамда 50 миллиард ақшам болып, бай болсам шалқып өмір сүретігін. Сырым жан онда саған көмектесіп, қаражат ол берер едім 1-2 мың көй. Тесікті әуірейтіп кетем дейді. Адам сөзді айтама жаман ондай. Тесікке кіретінде ұялдық қой. Сөзінен жаңылғандай ағам оңбай. Сөйтіп тұрып бай болсам деп отырма. Жүректегі қайғысы тарағандай. Арманың алыстарда екен сенің, байқаймын бақытыңа балағандай.
екенсің, өзінің тесігіне қарап алмай шықса да қандай бәле сенен шығар. Жылан деп айтып қалдым, денең шұбар. Ол рас, Астанадан көшіп кеттім, сол жақта жүргенменен өлеңші бар. Не сайып Алматыға келіп жатсақ, бұл жақта да осындай демеуші бар. Басқа емес, Ұзынағашқа көшіп келсең, сырымда елдің қамын жеген шығар. Патшаның туыстары көрші маған, жан-жағымды қоршаған көлем шығар. Нұрағам өзі туған Ұзынағаш, почти Астана ғой деген шығар. Адамдар түрлі жоспар құрған менде, аллалардың жоспарын бұрған демде. Ол рас, мен жақында көшіп келдім, әлемнің бар жақсысы тұнған жерге. Екі күннің бірінде айтыс қылған осынау Жетісудай думанды елге. Нұрағам тірлік кешіп тұрған жерден, Нұрағам кіндік кесіп туған жерге. Шайнаған тұлпардай боп ауыздығын, жан едім арқалаған парыз жүгін. Ең басты көшіп келген себебімнің бір сөзі анашымдай жан ізгінің. Ананың разылығын алу деген емес пе маңыздысы маңыздының. Сол үшін Алматыға көшіп келдім, қазірден қайтарылсын, қайтарыла берсін деп қарыз бүгін. Астанадан алыстап кеткенменен жәннатқа жақындаған тәріздімін. Ағайын отырғанда шаттанып бір, қызыққа бөленсінші көп халық бұл. Тек қана жеңіл сөзді қуа бермей, кетейік тақырыпқа тоқталып бір. Ақсуға келдім дағы таңдай қақтым, байқаймын басыңызға бақтарып тұр. Жаңадан қан зауытың ашылыпты, сол жақтан барлық қазақ қан тауып тұр. Тек қана екі жерде бар екен ол, біреусі осы Ақсуда сақталып тұр. Жаңадан спорт сарайын салып жатыр, ол жерде де талайлар бапталып тұр. Сондықтан көшіп келсем Астанадан, бізге қолдау береді көп халық бұл. Тек қана бәйтере Ақсуда кем емес қой Астанадан. Сұлулық көркіменен бапталып тұр, тек қана бәйтерегі жоқ демесең, Астана боп кетуге шақ қалып тұр. Thank you.
Еш нәрсе бекер бола қоймайды ғой. Байқаймын маған ашу төгіп өтсін. Бағана молдамын деп айтып қап едім. Байқаймын соныңызға сеніп өтсін. Сырым бала сахнада сүрінсін деп дұға қып отырсың ба, не қып өтсің? Айтасың әртүрлі әзіл әркім кеппен. Құтылғын келіп отыр бар міндеттен. Бас бәйгені сұрайсың айтақыннан. 1.600.000-ды алғын кепсен. Балғынбектің жамандап аппетитін. Жүредің қой қарының жарғын кепсен. 1.600.000 сұрап отқан аппетитің жаман қой Балғынбектен айқаяға. Келдім деп тоқылдатып есігімді, өлеңмен тербеткен боп бесігімді. Көп сөз айтып, тошыны үлкейтем ау тесігіңді. Ағаңа біраз нәрсе айтып садың, оныңа боп отырмын кешірімді. Шобыртып ұзағынан өлеңімді, бышыт қылып жібердің ғой вешірімді. Шырымды ол біреу сүйер сүймес мейлі, сүйгендер күнде істімей кейде істейді. Айтқаным жүлде жайлы әзілім ғой, сырым жан бас жүлдеге тимеш дейді. Жүрегінде иман болмай, байлықтан бақытты боп күн кешпейді. Сондықтан көп ақшаны нағылайын, жарғының ауызаққа тимес дейді. Бәрібір мен сияқты жалаң аяқ, кедейге ол байып кеткен үйлеспейді. Аллаға алақанын жайғандарым. Ежелден батырлықпен даңқы шыққан, басқадан басым еді айбарларың. Бақадыр батырларың бар кезінде, қылыш боп қайды дұшпанға қайралмадың. Ешкімнің табанында тапталмадың, ешкімнің азуында шайналмадың. Ер жүрек өздеріңде ел көрмекпін, жеңіссіз бітірмейтін майдандарын. Хадисте бір ел бар деп мақтаған ғой, жауына таптатпайтын жайлауларын. Ер жүрек олар сондай жауынгер деп, сіздерді ол айтқан шығар пайғамбарым. Бәрекелді. Рахмет. Қандай спорт.